Қазақ тілі. Сабақтың тақырыбы дара және күрделі етістік. Оқу мақсаты: мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау. Мәтінді тыңда. Жемістер денсаулыққа пайдалы. Себебі олардың құрамында дәрумендер мол. Дәрумендерге бай жемістер қатарына апельсин, мандарин, ананас жатады. Қалай ойлайсың, мәтін не туралы екен? Неліктен жемістерді жеу керек? Жемісті қалай жеу керек деп ойлайсың? Сұрақтарға ойланып жауап бер. Мәтінді көшіріп жаз да, етістіктердің астын екі сызықпен сыз. Етістіктің сөйлем соңында тұратынын ұмытпа. Мына суретте берілген жеміс-жидектер: алма, алмұрт, құлпынай, шие, жүзім, апельсин, анар. Бұл жемістердің барлығы да адам денсаулығына үлкен пайда келтіреді. Сенің денсаулығының мықты болуына жәрдемдеседі. Сондықтан да жеміс-жидек жеуді әдетке айналдыр. Оқулығыңдағы 39 жаттығуға назар аудар. Жаттығу 84 бетте. Шөпшілер деген кімдер? Шөпшілер шөп оратын адамдар. Шөпті орақпен орады. Шөпті қайтеміз? Шөпті 4 түлікке азық ретінде пайдаланамыз. Қысқы уақытта сиыр, түйе, қой, ешкі осы шөпті жеп, тұрақты қорада, жылы қорада баптап күтім алынады. Ал жылқы ол шөпке тұрмайды. Жылқы далада өз бетімен тебіндеп жайылады. Жұмбақты шешейік. Осы шөпшілердің шөбін шашып, қалпағын ала қашқан не екен? Жұмбақ. Шөпшілердің шөбін шашты, қалпағымды ала қашты. Бұл не? Жұмбақтың шешімін тап және жаз. Жұмбақты көшіріп жаз, етістікті тап, астын сыз. Сызған етістігіңнің дара немесе күрделі екенін анықта. Жұмбақ не туралы екен? Ол құбылыс жайында сен не білесің? Ойыңды жинақта.